Жазушы, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев прозасындағы шоқтығы биік шығармалардың бірі «Күй повесі». Шығарманың сюжеттік желісі аңыздық факторларға негізделген. Шығармада бір күйдің шығу тарихы суреттелгенімен, оның негізгі ойы адамшылдық, гуманизм тақырыбы. Автордың талай тарихи шындықтан хабар беретін, оқырманның сол күймен бірге ой шыңырауына түсетін, ұлттық сана сезімнің биігіне жетелейтін, кейіпкердің тағдыры, өмірдегі өзекті мәселелерді көтеріп тұратын тың шығарма. Жазушының стилі ерекше, әлемдік әдебиет сахнасындағы сол образдармен түйілуге болады, бірақ Әбіш шығармашылығы, әсіресе күй, қазақтың ұлттық тамырымен астатып жатыр, болмысымен біте қайнасқан. Жазушының күйдегі уақыт пен кеңістік арасындағы мәселелерді ұтымды, терең, әділетті қолдана білуі оқырманды одан әрі шығармаға ынтықтыра түсетіндей. Құрман Ақсақал осы кеңістіктегі нәр беруші негізгі образ. Ал думан, домбыра осы шығармадағы сюжеттік желісін жіпсіз байлап тастаған ерекше деталь. Сырын бастаған жігіттер Ақсақал күй шерте бастағанда ой шыңырауына құлауы, күй аяқталғанда меңзең халге түсуі, осының барлығы бастан аяқ шығарманың негізгі мазмұны болып табылады. Қорытындылай келе, Әбіш Кекілбаевтың күй шығармасы оқырманды осы күйді тыңдаған кезден бастап оның еліктіруі, ой санасын сан-саққа жіберетін күшке ие. Сонымен қатар түркімен мен қазақ тайпасы ежелгі қақтығысы, батырлардың адуынды күресі, мәңгүрт сөзінің қазақ әдебиетінде қолданылуы осының барлығы шығарманың көркемдік табысымен әкеледі.